Сәлем баршаңызға, сіздермен Әйгерім. Бүгін мен осындай жұмсақ, күшті керемет булочканы рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен құрғақ ингредиенттарымызды араластырып аламыз. Ол бізде еліктен өткізілген ұн және ашытқы. Жақсылап тұрып, бір ыдысқа араластырып қоямыз. Келесі ыдысымызға жұмыртқамыз саламыз. Қантымыз салып, ванилиніміз салып, венчикпен немесе миксердің көмегімен араластырып аламыз. Барлық керекті заттарды описание бөлімінде қалдыратын боламын. Достар, сіздерге менің видеоларым, рецептерім ұнап жатса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлығын осылай венчикпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сұйық майымызды құямыз. Енді сүтімізді құямыз және суымызды құйып, жақсылап тұрып араластырамыз барлығы біріккенше. Булочкаларыңыз өте керемет болып шығады. Ұнды бөліп саламыз, бірден салып жібермейміз. Мен бір жасаған булочкаларым тез желініп қалды, және мен екінші күні тағы да 2 порциясын жасадым. Өйткені булочкаларымыз өте керемет, күшті, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де жақсы қатты ұнайды. Қамырымыз осындай болып шығады. Қолыңызға қатты жабысып жатса, ұн салмай, кішкене сұйық май құйып жесеңіздер болады. Ыдысымыздың түбіне сұйық май кішкене құйып, қамырымыз салып, пищевой пленкамен жауып, 1-1,5 сағатқа холодильникке қоямыз. Холодильникте тұрған қамыр өте күшті болып көтеріледі, жақсы ашиды. Менде қамырым 1 сағат тұрды. Қараңыздар, қандай керемет болып көтерілген, қолға жабыспайды. Енді қамырымызды осылай бірнеше басып жіберіп, 2 бөлікке бөлеміз. Осы бұл қамырдан менде 12 булочка шығады. Енді домалатып 12 бөлікке бөліп аламын. Және қолның көмегімен осылай домалатамыз. Шарик тәріздес қылдырып, барлығын домалатып алғаннан кейін бетін жауып, бір-бірден алып, оқтаудың көмегімен ұн сеппей 4 бұрышты қылып жаямыз. Мен 4 бұрышты қылып жайып алдым. Енді бетіне жақсылап тұрып май жағамыз. Мен майымды кішкене ертіп алдым. Немесе бөлме температурасында тұрған майды да жағуға болады. Жақсылап тұрып майын жағамыз. Сосын бетіне жақсылап тұрып қант себеміз. Қанты көп демеңіздер, көп болмайды, дәмі өте керемет, өйткені бізде қамырда қантымыз өте аз. Қараңыздар, осылай сеуіп ораймыз. Видеодағыдай көрсетілгендей жасап шығыңыздар. Шетін осылай ашылып кетпеу үшін қысып жібереміз. Енді ортасын пышақпен кесеміз. Бізде жүрек тәріздес осындай болып шығады. Осы кезде духовкамызды 100 градуста қыздырып қоямыз. Тағы бір көрсетейін. Майын жақсылап тұрып жағамыз. Енді жақсылап тұрып қантын себеміз.
видеода осылай орап, шетін осылай басып, ашылып кетпеу үшін пышағымызбен осылай кесіп, противеньға саламыз. Салғанда астын кішкене басып жіберсеңіздер, осындай жүрек тәрізді болып шығады. Міне мен булочкаларым дайын. Енді бетіне жұмыртқаны жағып, жаңағы духовкаға 100 градуста 20 минутқа, содан кейін 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Қараңыздар, қандай керемет болып шыққан. Қанты міне бетінде күшті болып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте жұмсақ болады. Қараңыздар, қандай керемет болып шыққан. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі кездескенше